Бегемоттар туралы қызықты деректер. Африкалық бегемот жануарлары әлі күнге дейін зерттеушілерді таң қалдырады. Өмірінің жартысын суда өткізетін бұл болжауға болмайтын алыптар жер бетіндегі ешбір тіршілік иесіне ұқсамайды. Дүние жүзінің түкпір-түкпірінен туристер Африкаға сафариде осы таңғажайып тіршілік иелерін барлық қиындықтарға қарамастан өз көздерімен көру үшін келеді. Бегемот терісінің қалыңдығы 3 сантиметрден асады. Оның беріктігі соншалық, кейде тіпті оқтар да тесіп өте алмайды. Бегемоттың асқазанының ұзындығы 3 метр және 200 литрге дейін қоректі ұстайды. Бегемоттар Африкадағы ең қауіпті жануарлардың қатарына жатады. Ашуланған бегемот пілге немесе адамға тез шабуыл жасайды және оны таптап қана қоймай, сұмдық түстермен түйреп алады. Сапасы бойынша ең жақсы піл сүйегі аталған атрибут пілдердің тістерінен емес, бегемоттардың азу тістерінен алынатын көрінеді. Бегемоттың ас қорыту жолдарының ұзындығы 60 метр. Бегемоттар шөпқоректі жануарлар ретінде басқа саванна жануарларына, яғни арыстандар, жолбарыстар, қолтырауындар мен өзге де тіршілік иелеріне қарағанда адамдарды көбірек өлтіріп шабуыл жасайды екен. Тынығу кезінде бегемоттың бүкіл денесі суға батырылады. Олардың миниатюралық құлақтары, қас доғалары мен танаулары ғана су бетінде шығып тұрады. Бегемоттың гүрілдеуін найзағайдың даусымен салыстыруға болады. 110 децибелге дейін жетеді. Бегемоттың орташа салмағы 3 тонна. Бірақ бұл шектеу емес, өйткені бұл жануарлар өмір бойы салмақ қосады. Либериялық бегемоттағы жүктілік шамамен 199 күнге созылады. Жаңа туылған бегемоттың салмағы 4,5–6,12 келіге дейін жетеді. Бір қызығы, бегемоттың сүтінің түсі қызғылт. Ғалымдар киттер бегемоттардың ең жақын биологиялық туыстары деп санайды. Тіпті қолтырауындар да бұл жануарлардан қорқады. Ересек гиппотам осы бауырымен жорғалаушылардың жартысын тістей алады. Олар су астында 3-5 минут тыныстарын ұстай алады. Тек тұщы суда өмір сүреді. Кейбір зерттеушілер оларды теңіздерде, өзендердің сағаларында да көрген. Бірақ мұндай жағдайларда бұл жануарлар әдетте ұзаққа дейін өмір сүрмейді. Олардың есту қабілеті өте жақсы, су астында да, құрлықта да жақсы естиді. Кейде бегемоттардың аналықтары құрлықта емес, суда туады. Ересек гиппотам аузын кең ашатыны сонша, оның жоғарғы және төменгі жақтар арасындағы қашықтық 1,5 метрге дейін жетеді. Егде жастағы бегемоттар кейде тамақты ұнтақтау үшін қажет азу тістері толығымен ұнтақталғаннан кейін аштықтан өледі. Кейбір африкалық тайпалар бегемот азуларын тіс протездерін жасау үшін пайдаланады. Бегемоттың қарашықтары Т әрпіне ұқсайды.